Сәлем достар, сәлематсыздар, баршаңызға сәлем. Сәлематсыздар. Бүгін осындай не аласыздар? Коврик төсейсіздер. Коврик төсейміз и сәлем достар. Дене жаттығуына қош келдіңіздер. Лайк басамыз, дене жаттығуына қош келдіңіздер. Бүгін дене жаттығуын жасаймыз. Дене жаттығуында біздер жамбас сүйегіне разблокировка береміз. Сондықтан қастарыңызға гантель алыңыздар и қастарыңызға кирпичики немесе кітап, қалың 2 кітап немесе кирпичики алыңыздар. Қалың 3-4 кітап алсаңыздар болады. Қаншалықты биік болған сайын кітап жаңағы не болады? Биік болған сайын біздің жамбас сүйегімізге разблокировкаға өте керемет көмектеседі. Сосын гантель алыңыздар, қыздар. Гантель. Егер гантель болса, гантель алыңыздар. Біздерде бүгін осы жамбас сүйегімен жұмыс болады. Кирпичики қазір көрсетемін. Егер, конечно, үйлеріңізде болса алыңыздар, болмаса кітап болады. 5-6 кітап, немесе қалың 3 кітап. И гантель осымен біз жұмыс жасайтын боламыз. Кирпичики деген бізде осы 1500 теңге сондай тұрады. Осының үстінен біз жұмыс жасайтын боламыз. Лайк басамыз. Қош келдіңіздер. Менің атым Айнұр болады. Сіздермен өте қуаныштымын, достар, потому что біз бүгін жамбас сүйегі жұмыс жасайтын боламыз. Жамбас сүйегі, когда босаған кезде біздің бетіміз босайды. Біздің астыңғы, үстіңгі жақтар прямой жамбас сүйекпен байланысты. Сондықтан бетіңізді түзегіңіз келсе, бірінші осы жаттығулардан басатын боламыз. Лайк басамыз и плюс басатын боламыз. Кіммен бірге? Рахмет. Кіммен бірге жұмыс жасайды, плюс басыңыздар. 78 жылғы боламын, бірақ жасым 30-да, қыздар. Рахмет. Жасым 30-да. Қазір гантельге алайық. Гантельмен жұмыс жасайтын боламыз. Біз ең бастысы аяқпен бастайтын боламыз. 30-дамын, 78 жылғымын, бірақ 30-дамын. Менің өзімнің миыма қойып алған, өзіме ұнайтын жас 30. Кеттік. Поехали. Аяғымыз осылай қоямыз, и біз 1, 2, аяқтың басын барынша, балериналар сияқты осылай не қыласыздар. Майыстырасыздар. 3, давайте бірінші алға қарап жасайық. 1, 2, 3, и жанға қарай 1, 2, 3, и енді аяқты былай 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз осыған денемізді қосамыз. Кеттік. 1, аяқты қисайтқан кезде мұны денемізді осылай қосатын боламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, барынша созылдық. И біз кішкене осы жерде 1, 2, 3, 1, 2, 3. Обратите внимание менің аяғыма. Өйткені менің аяғымның жаны былай қисық бар. И мен бүткіл мына жанды созып жатырмын, қыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Енді екінші аяқпен жұмыс жасаймыз. 1, 2, аяқтың ұшын былай майыстырамыз. 3, 4, и 5. Енді жан қарай. 1,
2, 3, 4 и 5. Енді біз аяғымызды осылай 1, 2, 3, 4, 5. Осылай жұмыс жасаймыз. Енді қолымызды қосамыз. 1, 2, 3, 4 и 5. Енді біз қыздар, мына бүткіл аяқтың саусағын ұстаймыз, сөйтеміз да біз осы үлкен саусақты көтереміз осылай. Сосын осы саусақты ұстап тұрамыз, қалған саусақтарды осылай көтереміз. Осылай қолымызды қоямыз, сөйтеміз да біз саусақтарды басып тұрамыз, тек үлкен саусақты көтеріп тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Енді үлкен саусақты ұстаймыз да, қалған саусақтарды көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мен сіздер бір не тауып алыңыздар, қабырға ма, бір аяқтарыңызды, чтобы осылай қабырғаға қойып, осылай қабырғаға қойып, мына аяқтың астыңғы апоневроз, кәдімгі біздің осы аяқтан басталатын бүткіл біздің шандырларымыз, мына аяқтан табаннан, табан болса, табаннан аяқтан басталады да, осы басының жеріне келіп бекітілетін бүткіл апоневрозды біз босатамыз қыздар. Сондықтан сіздер бір не тауып алыңыздар, қабырғаны тауып алыңыздар да, и қабырғаға аяқтарыңызды осылай қойып, сосын денеңізбен бүйтіп алға қарай, денеңізбен күнде шықпаймын қыздар, осылай алға қарай жүресіздер. Ертең покакас балдарда каникул кезінде күн ара шығып жатырмын, кейін каникул біткеннен кейін тек аптасына 2 рет шығатын боламын. Пятница, суббота. Кеттік қыздар. Ал менде осындай кирпичика бар. Сіздер осындай нені алыңыздар. Кітап алыңыздар. Қалың 3 кітап, или 5-6 кітап. Мен осылай қоямын да, и табанымды былай қоямын қыздар. Көріңіздер ғой да? Табанды былай қоямын да, и мен алға қарай, алға қарай. Осылай тұрамын. Сөйтем да мен тіземмен осылай бүйтіп алға қарай өзімді, кеш жарық, сәлематсыз ба, өзімді денемді итеремін. Сіздер кәдімгі стенаны тауып аласыздар да, стенаға барып аяқтарыңызды тірейсіздер да, өздеріңізбен осылай денелеріңізді стенаға қарай итересіздер. Сол кезде сіздің бүткіл арты тартылады. Екінші аяқты аламын. Екінші аяқты осылай қоям. Сөйтем да, екінші аяқты осылай қоям. Қараңыздар. Осылай тұрдым, иннен кішкене, сосын міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ең бастысы аяқтың басы осылай тұру керек. Мынау стена, сіздер аяқтарыңызды осылай бүткіл біздің артқы фасциальный цепті біз тартуымыз керек. Қазір сіздерге көрсетем оны суретін. Қазір сіздерге көрсетем, бізде не болатын. Мен жерге кетіп қалам ба? Қазір. Задний фасциальный цеп. Анатомия. Вот. Вот, көрдіңіздер ғой да? Мына, біздің табаннан кетеді мына. Задний фасциальный цеп. Біз соны не қыламыз, ұзартып аламыз. Өйткені осы біздің қабағымызды көтерілетін осы задний фасциальный цеп. Кеттік. Алдық, и алға қарай тұрамыз. И осылай қимылдаймыз. Біздің табанның алды көрдіңіздер ғой да қалай тұр. И біз осылай қимылдаймыз. Кеттік. 1,
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші жақ аламыз. Сөйтеміз да біз тоже аяқты осылай қоямыз. Аяқты қойдық. И сөйтеміз да біз алға қарай. Сіздер кітапқа істесеңіздер болады, қыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай біз ұзартып алдық. Енді біз кирпичикті аламыз. И кітаптың үстіне сіздер осылай көтерілесіздер. И жоғары осылай тұрасыздар да. И резко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді аламыз да біз 1, қараңыздар да, біз осы жерден аламыз да, и мына жаққа 1 деп осы жаққа түсеміз. И 2, 1, 2. Осылай алға қарай, артқа қарай жасаймыз. Давайте бірінші мына жаққа қайталайық тағы да. Алдық, сөйтеміз да. Біз кеттік 1, 2. Айтпақшы қыздар, жасап атқан заттарыңыз дайын ба? Кітаптарыңыз бәрі дайын ба? Плюс басып жіберіңізші, мен тез айтып кетіппін, сіздерді күтпеппін. Жасап атқан заттарыңыз дайын ба? Кітап алдыңыздар ма? Все, бір адамда бар екен. Кирпичики и кітап или что-нибудь, да, осындай поверхность. Бар ғой да, қыздар да? Все, молодцы. Кеш жарық, сәлематсыз ба? Кітапты 3-4 кітап алып аласыздар, и соның үстіне осылай шығамыз. Молодцы, қыздар, кеттік. 1, 2, 3, молодцы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз мынандай жаппаға өтеміз қазір. Аламыз. Сөйтеміз да біз енді мына 1, 2, 1, 2 осылай түсесіздер. 1, 2, 1, 2. Мысалы, мына аяқ осылай тұрады да, біз просто былай бұрыламыз да, и осылай түсеміз. Көтеріледі. И артына барамыз да, артына полностью түсеміз. Біздің мына аяқ тіке тұрады. Кеттің, 5 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аяқ. Екінші аяққа жасаймыз. Қоямыз. И қойдық. И кеттік. 1, 2. Көрдіңіздер да? Мына тіке тұрасыздар. Осылай артқа түсесіздер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қандай әсер алдыңыздар? Осылай біз жамбас сүйекпен осылай жұмыс жасадық. Енді кішкене давайте жамбас сүйегін осылай айландырып жіберейік. 1, 2, барынша артқа и барынша алға. И жанға 3, 4, и 5. Наоборот кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз келесі жаттығуға өтеміз. Лайк басып жіберейікші кішкене қыздар. Енді аяғымызды на ширине плечи ашамыз.
Давайте 10 секундқа лайк басып жіберейік кішкене. Маған лайк сұра деп атып өткенде осы неде осылай эфир болып жатқан кезде лайк жоқ та. Лайк жоқ, и тез 10 минутта шығып кетіңіз деді, потому что вы показываете нехорошее что-то деп жазған ғой. Мен сіздерге түсіндіремін. Осылай аламыз. Сөйтеміз да біз осылай жерге түсеміз. И қолымызды жоғары қарай. И былай. Сол кезде біздің мына екі санның шаты бар ғой. Осы жерде растяжка келеді. Осы жердегі шандырларды созатын боламыз. Стоп, лайк, рахмет. Енді осындай позада тұрыңыздар, аяқтарыңызды осылай екі жаққа қойыңыздар. И біз осылай плавно төмен қарай түсеміз. Сөйтеміз да бір қолымызды алып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 9 и 10. Енді біз осыдан кішкене өте жай мына аяқпен мына аяққа осылай теңселеміз. 1, 2, 3, 4, 5. И мына аяқты былай қойып, біз кішкене осылай жатып, денемізбен 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аяққа барамыз. Екеумізді денемізбен кішкене жатуға тырысамыз. 1, 2, 3, 4, 5. И ортадан біз осылай өте жай осылай тұрамыз. Түсінікті ғой да? Осылай жай өте тұрып, аяғымызды жинаймыз. Аяғымызды жинаймыз. Жинамаймыз, осылай тұрамыз. Жетеміз де енді біз 1, осылай мына жаққа қарай түсеміз. Осылай қарай бай түсеміз. 1, 2, тізе шығып кетпеу керек, қыздар. Тізе алдына шығып кетпеу керек. Барынша тізе шықпау керек. 2, 3, 4, 5, барынша таза артқа. 6, 7, 8, 9, 10, 11, задержка тұрамыз. 12, 13, 14 и 15. Енді аяқ осы неде қалады. Приседқа отырамыз да. И біз кішкене тізе шығып кетпеу керек, осылай тұрамыз да. И біз бір тіземізді төмен 1, екінші тізе төмен 2, 3, тізені төмен 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И біз осылай глубоко осылай отырамыз. Осы жерден былай ұстаймыз. Сөйтеміз де енді иықпен 1, 2, 3, 4, барынша 5, 6, 7, 8, 9, 10. Солай жинап алдық. Плюс басамыз, қыздар. Үлгеріп атсыздар ма?
кімде қандай ощущение? Енді біз жоғары жаққа қарай өтетін боламыз. Аяғымыз на ширине плечи. Бәрі нормально ғой да, қыздарда на ширине плечи. И сіздер енді біз жоғары жақтан жұмыс жасайтын боламыз. Шаршадым дейді. Кішкене демалыңыз. Рахат болып жатыр. Супер. Енді біз кішкене аяғымызды осылай қойып, енді біз жоғары қарай 1, кеттік, 2, 3, 4, 5, 6, барынша қолдың көрдіңіздер ғой, 7, артқа қарай, 8, 9, барынша қолыңызды артқа қарай, 10. Енді дәл осы жерден сразу неге кетеміз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, нені лопатканы қостық, 9, 10. Енді тоқтамаймыз, кеттік, қолды жайымызда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді 2 болды. 1, 2, 3, 4, 5. Міне алға қарай барынша лопатаны көтереміз. Бүйтіп, барынша лопатаны и төмен қарай лопатаны тартамыз. 7, 8, 9, 10. И аламыз да біз лопатаны енді қолымызды бүйтіп арқылы бір-біріне осылай қосамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Қыстық. Осылай қыстық тұрамыз. Лопатаны барынша қыстық. Енді өзімізді құшақтамаймыз. Міне былай бетеміз. Алға и барынша созыламыз и басымызбен осылай кетеміз. Созыламыз барынша, осылай созыламыз и барынша ашыламыз. Иықтайландырамыз. 1, 2, 3, 4. Жоқ, йога емес, просто бетке арналған жаттығулар. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Лайк басамыз, қыздар. Рахмет. Лайк басамыз. Енді біз көкірекпен жұмыс жасаймыз. Көкіректі разблокировка жасаймыз. Қолымызды осылай ұстаймыз. Сөйтеміз да біз көкіректі просто біз омырауды айландырамыз, қыздар. Именно омырауды айландырасыздар. Мына кеттік. 2, 3, 4. Барынша жанға, барынша жоғары, барынша мына жанға и барынша астан тастаймыз. Барынша бұлай, міне көрдіңіздер ғой да, сол кезде барынша жанға, жоғары, барынша жоғары көтересіздер и барынша жанға қарай кетеді. И міне сөйтеміз да біз осыны ары қарай осылай айландырамыз. Кеттік.
бір, екі, үш. Енді наоборот, барынша жанға, жоғары, ортаға келдік, тағы да жанына түстік, и төмен түстік. Көрдіңіздер ғой да? Түстік. Былай, жоғары, жанға, төмен, жоғары. И осыны енді непрерывно айландырамыз. Рахмет. Осыны енді біз именно біздің көкірек, біздің омырау айланады, қыздар. Түсінікті ғой да? Осылай біз жасадық. Енді осылай тұрамыз да, тіке тұрамыз, қолымыз ориентир, сөйтеміз да, барынша омырау жанға кетеді, иық жамбас алда қарай қалады. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Кеттік, үш, төрт, бес. Екінші бір, екі, үш, төрт, бес. Енді біз жоғары қаламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Осылай жасадық. Кім терледі? Енді біз, қыздар, біз енді осылай бір аяқты алға, бір аяқты артқа береміз. Қазір. Көру үшін. Бір аяқты алға, бір аяқты осылай артқа береміз. Сөйтеміз де біз осы жерде тұрғаннан біз жамбас сүйекті осылай қимылдатамыз. Кеттік. И дем қосамыз. Жамбас сүйекті осылай алға, артқа, алға, артқа. Кеттік. Бес рет жасап алдық. Енді біз жамбас сүйекті жанға қарай, оңға, солға, оңға, солға. Осылай жанға қарай қимылдатамыз. Біз жаңа алға, артқа қимылдатсақ, енді жанға, оңға, солға, оңға, солға. Осылай 5 рет қимылдатып алдық та, енді біз қолымызды көтеріп, сөйтеміз де, біз немен қараңыздар. Біз сөйтеміз де, осылай түсеміз міне. Осылай түсеміз, көріңіздер ғой да, міне. И пружинить етеміз. Тізе шығып кетпеу керек. Сөйтеміз де, осы жерде тұрып, деп естіп, өзімізді жоғары көтереміз. Кеттік. Осылай түстік. И можете осы жерде де осылай қалуға болады, кішкене пружинить етіп, бүткіл мына жердегі тартылысты сезсеңіз болады. Сөйтіп екінші қолымыз, екі қолды көтеріп, и біз заодно есінейміз. Давайте, тағы да. Есінеп алдық та, и біз кішкене осылай шалқаямыз да, еще артқа қарай кішкене кетіп, еще пружинить етеміз. Бір, екі, үш, бір, екі, үш. И осылай тұрамыз да, біз мына жаққа қарай тартыламыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт, бес. И осылай да тұрып біз деп глубоко есінейміз. Екінші аяқ. Екінші аяқты аударамыз. Бір аяқ алға, бір аяқ артқа. Жаңағы бәрін қайталаймыз енді. Барынша жамбас сүйекті алға, артқа. Алға жамбас сүйекті артқа жүргенде ішті үреміз. Түсінікті ғой да? 5 рет жасайық, кеттік.
Осылай тұрдық. Енді біз осылай тұрғаннан біз жамбас сүйекті оңға, солға, оңға, солға, оңға, солға қарай осылай қимылдатасыздар міне. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ұмытып кетіппін. Еще біз қыздар айландырамыз. 1, 2, 3. Наоборот. 1, 2, 3. Осылай айландырасыздар. Енді біз осылай отырамыз. Бүйтемізді, енді біз алға қарай шығып кетпеу керек. И біз кішкене осылай пружинить етеміз. Осылай пружинить етеміз. Сөйтемізді қолымызды алып, жоғары қарай несінеміз. И жанға қарай кетеміз. И мына жанға қарай кетеміз. Или сіздерге қиынырақ болса, просто бір қолдарыңызбен осылай істеңіздер. Міне 1, 2, 3, 4, 5 и екінші қолмен сосын мына жаққа қарай. И біз осылай не қыламыз, и қолымызды көтеріп, біз енді кішкене алға кетіп, артқа қарай шалқайып, біз барлық мына жердегі бүткіл тартылысты сезінуіміз керек. Терезе ашып қойын, терлеп кеттім қыздар. Лайк басамыз, плюс басамыз. Бәрі если получается, конечно. Үй деген вообще ыстық. Түсінікті ғой да, қыздар? Қатып қалды эфир дейді. Қатып қалды ма не, қыздар? Дальше мы поехали. Енді біз, қыздар, кішкене гантельпен жұмыс жасаймыз. Чтобы біз мына немізді, көкірегімізді көтеру үшін, еще менің мына жерім бәрі салбырап жатыр, қыздар. Осыны кетіру үшін, потому что менде мына жерде кәдімгі крылья бар, да? Соны кетіру үшін біз кішкене гантельмен жұмыс жасаймыз. Гантельдеріңіз дайын болса, плюс басыңыздар. Рахмет, қатпады дейді. Баян ханым, сәлематсыз ба? Қатпады дейді. Гантельдеріңізді алыңыздар, қыздар. Гантельмен жұмыс жасаймыз. Кішкене жоғары жағымызды более сондай мүсіндейтін боламыз. Сізде мүмкін эфир нашашар VPN қосып алыңыз. VPN бар ма, соны қосып алыңыз. Біз енді гантельмен жұмыс жасайтын боламыз. Аяғымыз на ширине плечи. Біз бірінші, қыздар, былай тіке, осылай тіке көтереміз. Бірінші, да? Осылай 10 рет жасаймыз. Мен смс өтпей жатыр. Ну, солай болады кейде. Вообще TikTok қазір қиындап кетті ғой, түсінбейсің ғой вообще. Вообще түсінбейсің TikTok'та. Өткенде менің жаңағы эфирімді вообще қысқартып жіберді. Сәлематсыз ба? Кеттік, гантельді аламыз. Сөйтеміз да, баклажкаға су құйып алыңыздар, немесе жақсы шүкір, қазір бізде керемет тазға жұмыс болады. Сондықтан, ой, рахмет, жандар, мен сіздерге ғашықпын. Кеттік. Некоторые комментарии скрыты дейді. Нажмите комментарий со знаком дейді. Чтобы посмотреть и одобрить дейді ғой. Хорошо, кеттік, қыздар. Алдық гантельді. Кеттік. 1. Кішкене жоғарыда біз задержкада боламыз. Осылай ұстайсыздар. Кеттік. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Әркім өз амплитудасына, қыздар, әркім өзінің шамасына қарайды. Бір дестен еш нәрсе сразу бола қоймайды, жаймен жасайсыздар. 8, 9, бетке жаттығу жасап жатырмыз. 10. Енді біз былай жасаттық қой да, енді біз кішкене қиғашын аламыз. 1,
Кеттік. 2, 3, 4, 5, 6, задержкада өте жай, асықпаңыздар. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 10. Енді тіке ұстаймыз алдымыздан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Енді дәл осы жерден біз былай кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қолым топ кетті. Кеше шықтыңыз ба? Жоқ, кеше шыққан жоқпын. Қол деген жоқ, қыздар. Гимнастика екен ғой кеше. Дальше поехали. Енді біз бұлай істаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді аламызда былай жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз бір гантельді қоямыз, бір гантельді осылай артқа жібереміз. И осылай істейміз. Енді кеттік. Кішкене былай көтерейін, қыздар. Осылай көтерейін. И осылай артқа тұрамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұны көбірек жасау керек, өйткені ол мына жерді жинайды. 12, 13, 14, барынша асырамыз. И 15. Екінші қол. Екінші қолды аламыз. Сөйтеміз да барынша басымыздан осылай асырамыз, қыздар. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз аяғымызды былай қоямыз, қыздар. Сөйтеміз де кішкене осылай түсеміз. Біз қолымызбен мына артқа қарай 1. Осылай задержка тұрамыз да. 2, 3, 4. Қазір. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз аламыз да жанға қарай 1, осылай 2, 3, 4. Мына мынау алдымда, мен жанға қарай 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Осылай тұрам. 1, 2, 3, 4, 5. Енді алға қарай жіберем. 1. Мына тізе шығып кетпеу керек. Тізе осылай. Ертең ба? Ертең 8:30-да шығар. Бүгін өлмей қалған уақытын есен шығарып алдым дейді. Ничего страшного, Загира. Қай жерден кірдіңіз, қостай беріңіз. Осылай тұрамыз да, и біз міне алға қарай 1. Кеттік. 2, 3. Міне 1, 2, 3. 4. Давайте артқы жақты да қосып жіберейік осылай, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші жаққа қайталаймыз. Екінші жаққа қайталаймыз, қыздар. Екінші жаққа қайталаймыз. Осыны қолын үстеу. Бір аяқ алға, бір аяқ осылай артқа. Давайте совмещать етеміз. Алдыңғы мен нені. Қолымызды осылай қоямыз да. 1, осылай. И біз сосын қол былай келген кезде 2 деп ала кетеміз да. И осылай совмещать етейік. Екі жаттығуды бір неге жасап жіберейік, чтобы уақыт үнемдеу үшін. Осылай бүткіл салмақ біздің мына аяқта, мына аяқ просто әшейін осылай тұрады растяжкаде. Сөйтеміз да біз 1 и 2, 3, 4, 5. Задержкада 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 и 15. 1, 2, 3, 4, 5. И дәл осылай тұрамыз. Сөйтеміз да. Біз дене былай қарайды да, міне 1,
екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз и 10. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біздер былай отырамыз. Былай отырасыздар ма? Тік-тіке болу керек. Аяғымыз тіке, бәрі тіке. Сіздер лайк басыңыздар, мен сіздерге түсіндіремін қазір. Бұл жаттығудың өте керемет жаттығу. Осылай тұрады да, біздің табан, аяқ, өкше орында қалады. И тек біздің өкше орында, тек аяқтың басы мына жаққа қарай бұрылады. Сосын біздің тізе орында қалады, мына аяқтың арты былай бұрылады. Біз осындай позицияға қаламыз, бірақ самое главное біздің тізе өкше бір орында тұр. Тек оның бастары ғана бұрылды. Сөйтеміз, біз енді осылай түсеміз. Уже сізде осылай түскен кезде, уже сізде кәдімгідей мына жақтарыңыз тартылып бастайды. Түсінікті ғой да? Бұлай аяқты қойдым, бұны аяқты қойдым, и мен осылай түстім төмен қарай. Сөйтемді, қолымды бұлай алсаңыз да болады, осылай түстім, и мен бұлай қараймын. Көріңіздер, или просто денеңізді, қолыңыз қойып қойып, бүйтіп денеңізбен бұрылсаңыз да болады. Қазір. Бұлай қойып қойып, просто денеңізбен де бұлай 1, 2, барынша артқа қарай қарағыңыз келеді. Барынша артыңызға қарағыңыз келеді. И осылай қарайсыздар, мына түсіп. Қазір. Міне осылай түсіп, түстік, мына аяқ бұрылды. Мына аяқ бұрылды, мен осындай позициядан. Бірақ өкшеде, тізеде өзім орында қалды. И мен осылай түсемін. Сөйтемді мен 1, 2, 3, 4, мына жаққа қарағым келеді. Арт жағына қарағым келеді. И қараймын. 5, 6, 7, 8. И қарадым. И енді сөйтемді мен артқа қарай кетем. 1, артқа қарай кетем, и кішкене жанға қарай кетем сосын. 1, 2, осылай артқа қарай кетем. Кішкене осылай қимылдаймын. Мына жаққа қарап тұрып, мен артқа қарай осылай қимылдаймын. Түсінікті ғой да? Түсіндіңіздер ғой да? Негізінде осылай, міне, 1, қолымды қойып, 2, 3, 4, 5. Енді мен аламда еще былай да жасасам болады, бірақ ол кішкене қиындау болады сіздерге. Мен оны өзімде енді үйреніп жүрмін. И сөйтемді енді мен мына қарап тұрып, кішкене мен мына жаққа қарай, мен ұмытып артқа қарай осылай бүйтіп қимылдаймын. Мына жаққа қарап тұрып, бүйтіп артқа қарай қимылдап, былай қимылдаймын. Вот, вспомнила. Түсіндіңіздер ғой да? Кеттік, осыны қайталайық. Мына осылай тұрамыз. Только вспомнила. Кешіресіздер. И былай. Көріңіздер ғой да? 1. Аяқ былай бұрылады. И мына аяқ
мына аяқ былай кетеді міне. Сөйтіп, мына жерге қолымды қоям. Сөйтем да қолымды мына жаққа қойып, былай қарайын. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мен аламда осылай қарап тұрам да, мен енді былай түсем. Осылай екен ғой. Сөйтем да осылай пружин етем. Міне, былай түсемін. Сіздерге былай көрсетейін. Вспомнила. Мына аяқпен көрсетейін. Вот. Мына аяқты бұрдым. И мына аяқты да мен былай бұрдым. Сөйтем да мен қолымды былай қоям да, сөйтем да мен мына жаққа қарағым келетін. Денемен бұрыламын. Қолымды мына жерге қойып, 1, 2, 3, 4, 5. Тоқтадым. Енді сөйтем да осы немен қолымды алға қоям да, мен енді былай түсем. Алға қарай кетем да, кішкене осылай түсіп тұрамын. И артқа кетем. Тағы да 1, енді түсіп мына жаққа қарайым. Мен мына жаққа енді түсіп қарайым. Жаңа мен просто бүйтіп қарап отырдым ғой да. Енді мен қолымды алға жіберіп, денеммен бұрылып, түсіп мына жаққа қарайым. И осылай тұрам да, и пружин етем. 1, 2, 3, 4, 5. И қайтадан орнына келем. Сөйтем да тағы да осылай алға қарай қолымды мына жерге емес, енді ары қоям да, и мен осылай бұрылып түсем да, мына жаққа полностью былай қарайын да, и пружин етем. 1, 2, 3, 4, 5. Үшінші рет осылай тұрдым. Мынау былай, и мынау былай. Жоқ, осылай. Сөйтем да мен енді алға қарай кетем. Сөйтем да, и полностью мен бұрылып мына жаққа қарайын. Түсінікті ғой да? Міне. Осылай. 1, 2, 3, и даже былай тазды былай артқа да берсек болады. Сосын барып 3, 4, 5, 6, 7, и 8. И пружин етем. 1, 2, 3. Получается, қыздар? Қыздар, получается? Кешіресіздер, кішкене ұмытып қалдым. Я аяқ ауырады екен дейді. Қиындау екен дейді. Онда жасамаңыз. Қиындау болса, иә дейді. Вроде дейді. И соны жасап болғаннан кейін, қыздар, вот қараңыздаршы, қазір состояние. Енді екінші жағына жасайық. Енді екінші жағына жасаймыз. Түсінікті ғой да? Енді бізде мына аяқ кетеді, алға қарай. Осы аяқ кетеді. Біз бұл аяқты былай бұрамыз. И біз нені тізе өшеде қалады, өкше қалады. Екеуі де былай бұрылады міне. Екеуі де мына жаққа қарай бұрылады. Біз жаңа былай тұрдық қой да, енді тізені былай бұрамыз да. И біз осы моментте, жоқ, мен дұрыс жасап отқан жоқпын. Екінші аяқ былай екен ғой міне. Жаңа біз мына жаққа жасап қойыппыз. Енді міне былай бұрылады. Екінші аяқ. Мына жаққа бұрылады. Енді мынау мына жаққа бұрылады. Сөйтеміздер біз осылай төмен қарай түсеміз. Осылай төмен қарай біз түсеміз. Сөйтемізде екінші қолды аламыз да, біз просто бұрыламыз бар. 1, 2, 3, 4, и 5. Енді біз
істейміз. Енді мына жаққа қарағымыз келеді. Енді біз жаңа просто тіке былай істедік қой. Енді біз мына жаққа қараймыз. 1, 2, 3. Тағы 2, 3. Уже мына жаққа қараймыз. 4, 5. Осылай бұрылды. Енді біз аламыз да, дене осы күйінше қалады. Біз енді аяқ қолды алға жіберіп, біз былай жатамыз. Міне. Жаттық. И денемізбен мына жаққа қарай қарадық. Міне. 1, 2, 3. И пружин етеміз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Міне бұрылдық. И біз жатамыз. Кішкене алға қарай жатасыздар. Алға қарай жаттық. Міне. И денемен мынеға осы жаққа қарай тіке қараймыз. Қайтадан болып келеміз да. И артқа осылай кетеміз. 3, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5. Түсінікті ғой да техника? Кім түсінді? Кім түсінбеді? Кім түсінді, кім түсінбеді? Түсінген, түсінбеген адамдар бар ма? Кім түсінді, қиындау екен дейді. Жоқ, сіздер түсініп алыңыздар. Түсінсеңіздер, да қиын емес қыздар. Просто түсініп алыңыздар. Жаңа қосылым түсінбедім дейді. Баян ханым, түсіндіңіз ба? Қазір екінші жағында аздап шатастық техникасынан дейді. Қазір тағы да түсіндіремін сіздерге. Мына қараңыздар. Аяқ былай тұрады. Тіке осылай тұрасыздар. Осылай тіке тұрасыздар. Сосын біз аяқтың басын осылай аударамыз. И өкше орында қалады. И мына аяқты тоже былай аударасыздар. Сөйтеміз да біз қолымызбен мына жерге түсеміз. И қолымызды аламыз да біз просто осылай былай қараймыз. Осылай бір 5 рет қарайсыздар. Сосын сіздер 5 рет сосын мына артыңызға қарайсыз. 5 рет бетіп артқа қарағыңыз келеді. Біз просто жанға қарай былай істедік қой. Енді 5 рет біз былай артқа қараймыз. Осылай. Сосын барып артқа 5 рет қарап балкен, дене мына жаққа қарап тұр ғой. Енді бұрылып көріңіздер ғой да, мен иығы міне осы положениеде қаламыз да, қолды алға қоямыз. Сөйтеміз да біз түсеміз. Осылай түсесіздер міне. И мына қараңыздар. И осылай біз жай плавно түсеміз міне. Тіке сіздерге қарағанда, и біз осы жерде пружинить етеміз міне. Денені осылай қимылдатып пружинить етеміз міне. Сөйтеміз да артқа кетесіздер міне. Қайтадан бұрыламыз и осылай тұрасыздар міне. И пружинить етеміз. 1, 2, 3, 2, 3. И біз қайтадан аламыз да, қайтадан былай артқа кетеміз. Міне. Денеңізді просто осылай бұрыласыз. Түсінікті ма? Растяжка, Не үшін керек? Беттің әдемілігі үшін. Дыхание жасамайық, спокойно. Демалып тұра беріңіздер. Шақым. Мен түсіндім дейді, Фарида молодец. Жаханның сәулесі. Түсіндіңіз ба? Түсіндіңіздер ода қыздарда қандай разблокировка болды? Кім түсінді, кім түсінбеді? Плюс-минус басамыз. Келесі жаттауға өтеміз. Кім түсінді, кім түсінді? Түсінді дейді.
Рахмет. Кәдімгідей міне жеріңізді прям жамбас сүйек буф етіп разблокировка етеді ғой. Түсіндіңіздер ғой, да? Все, түсінсеңіздер болды қыздар. Самый шат ашылып қалды ғой дейді. Супер, шат ашылып қалды дейді. Маған осылай қараңыз, сізге ғашықпын дейді. Одобрение жібереді екен. Жамалсыз ба дейді. Жоқ, жамал емеспін. Түсінікті ғой, да? Енді біз келесі жаттығуға кеттік. Келесі біз осылай жамбасы разблокировка жасап алдық. Енді біз кішкене ягодицамен жұмыс жасап кетейік. Ягодицамен жұмыс жасап кетейік. Аяғымызды осылай қоямыз. Кішкене на ширине плечи. Мына жерден денемен біздің шаттың ортасынан осылай бөлінеміз. И барлық біздің ягодицаны артқа бересіздер. Осылай тұрамыз. Сөйтеміз да. И тек денемен 50 рет қимылдаймыз кеттік. Аяқ тұрады, ягодица тұрады, тізе шығып кетпеу керек. Бүткіл аяқтың несі салмағы өкшеде кеттік. 1, 2, 3, тек дене қимылдайды. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, плавно жасаймыз. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Енді аяқты бір-біріне осылай касалап кетеміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бәрін ягодица и өкшеде. Алдыңғы жақтың, аяқтың алдыңғы жағы бәрі бос. Тек біздің дене қимылдайды. Аяқ бір орында тұрады. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Орындық алып алыңыздар. Орындықты былай ұстап тұрып, қазір жасаймыз еще. Қазір неге орындық алып. Орындықты алғаныздар, и біз енді орындықты осылай ұстап тұрамыз. Дәл осы вариантта аяғымыз осылай, на ширине плечи. Біз осы жерде бүгілдік, мына кішкене аяқ бүгілді, бүткіл денені ягодицамен ұстаймыз. И бір қолмен біз осылай орындықтың басын ұстаймыз. Сөйтеміз да біз бүткіл салмақты мына жаққа береміз да, и бір аяқты осылай жоғары қарай көтереміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Енді біз сіздер ары қарай осы жалғастыра бересіздер. Мен ары қарай гантель қыстырам. Сіздер баклажкамен болсаңыздар болады, или просто так жасай беріңіздер. Аяқты осылай мына жерден бөлінемін. Бүткіл салмақ мына аяқта. Денені ягодица ұстап тұр. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Аха, енді осы жақта. Жоқ, ақтау. Осы жақта қаламыз. Бүткіл салмақ мына аяқта. Ягодица бүткіл денені ұстап тұр. Дене кішкене алға қарай иіледі, чтобы денені ұстау үшін ягодица тырысады. И бүткіл дененің салмағы өкшеде. Жетеміз біз. 1, 2, 3, 4 и 5 дейміз. Енді осыған біз қолды қосамыз. 1, 2, 3. Міне көрдіңіз ғой, дене бүгіліп тұр кішкене. Міне денені ягодица ұстайды. Біз кішкене осылай еңкейіп тұрамыз. Қолымызды орындыққа қоясыздар. Бүйтеміз де міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гантель қанша килограмм? Мен 2 килограммдық. Сіздер 1,5-нан 1-ден бастаңыздар. Аха, енді біз тағы да осылай бүгілеміз. Сөйтеміз да денені ягодицамен ұстаймыз. Кішкене дене алға қарай кетеді, чтобы соны құлатпау үшін ягодица тырысады, и бүткіл біздің дененің салмағы өкшеде, тізе бос, аяқ бос. Бір қолмен осылай ұстаймыз да. Енді бар салмақты мынақа жібереміз да. И бір қол аяқты осылай ұстаймыз. Енді кеттік. 1, 2, денемен ғана осылай қимылдатамыз. 3, 4, 5, 6, 7. Мына аяқ бос. Просто алға қарай тұр. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Екінші жақ. Екінші жаққа қайталаймыз. Орындықтың басын ұстайсыздар. Сөйтеміз да біз енді осылай бөліндік. Ягодица ұстайды денені. Бүткіл дененің салмағы өкшеде. Осылай тұрмыз. И 1, тіке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мен осы жерге гантель қосам. Мен жерге гантель қойым. Сіздер ары қарай без гантель жасай беріңіздер. Или аяқтарыңызды просто осылай былай ұстап тұрыңыз. Кеттік. Бүгілдім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз тағы да бүгілеміз. Бүткіл ягодицаны артқа береміз. Сөйтеміз да бүткіл дененің салмағы өкшеде. Осылай қараймын. Сөйтемін да бір аяқты алға қоям. Бір аяқты осы алға қоям да. 1, 2,
3, бүткіл дененің салмағы мына аяқта. Мына аяқ әшейін просто алда тұр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қолды қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лайк басамыз, қыздар. Терледік дейді. Супер. Алғыс екенсіз дейді. Ал қыздар, лайктарыңызды басыңыздар. Ягодицаны кім сезініп жатыр? Енді біз ішке пресске түсеміз. Керемет. Аха. Енді сезілді салмақ қай жерге түседі дейді. Ягодицаға түседі ғой. Міне. На ширине плечи присядь и денені міне ягодица ұстайды. Міне көрдіңіздер ғой, да? Денені ягодицамен ұстайсыз да, и бүткіл дененің салмағы өкшеге кетеді. Тізе бос, алдыңғы аяқ бос. Осының өзі керемет біздің ягодицаны качать етеді. Бел ауырды дейді. Атыңыз кім? Айнұр болады, күшті дейді. Все, рахмет. Беліңіз ауырса, онда валикке жатыңыз. Жасамаңыз пока. Значит, сіздің арқа ягодицаларыңыздың бәрі бос. Боста, и барлығы белге түседі салмақ. Кеттік, енді планка жасаймыз, қыздар. Планка жасаймыз. 4 аяқта осылай тұрамыз. Планка. Көрдіңіздер ғой? Осылай планка жасаймыз, қыздар. Сөйтеміз де, просто тізені көтереміз. Осылай тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Қойдық. Планка жасаймыз просто. Кеттік тағы. Көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Аха, үшінші подход. Кішкене денемізді осылай қимылдатып алайық. Тағы да кеттік. Көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Осылай жасап алаймыз. Кішкене. Енді біз осылай тұрамыз, кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екінші аяқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кішкене денеміз осылай қозғайық. Иықты әсіресе, иықты алға қарай.
Екінші подход кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екінші жақ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді аяқты ашамыз. Аяқты ашамыз. Біз аяқты ашып, осылай пружиндетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бір қолды жинаймыз да, мына жаққа апарамыз да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші қол мына жаққа апарамыз. Сөйтеміз да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай жасаймыз да. Бір аяқты алға, бір аяқты артқа осылай қоямыз. Сөйтеміз да біз иекті барынша көрдіңіздер ғой да? Мына аяқ алда, мына аяқ артта. Сөйтеміз да біз қолымызды қойып осылай отырамыз. Жақты шығарамыз. Енді қызып кетті дейм ба? Бетім қызып кетті. Супер. Көріңіздер ғой да? Осылай отырасыздар. Осылай не болдық. Енді біз осылай тұрамыз да, біз былай бұрыламыз. Осылай бұрылып, мынаны қойып қоямыз, сөйтеміз да, бір, осылай 2, 3, мына жаққа да бұрыламыз. 4, мына жаққа. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аяқ. Екінші аяқты қоямыз. Екінші аяқты қоямыз. Біз осылай отырамыз. Екінші аяқты сосын біз аламыз да. Жақты шығарамыз алға қарай. Алға қарай жақты шығарамыз. Сөйтеміз де енді біз мына 1, 2, денені қимылдатамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Түсіндіңіздер ғой да? Кішкене. Дальше поехали. Сүлгі алыңыздар, или осындай кирпичики, или просто қолыңызды былайда қойсаңыз болады. Просто велосипед красайық. Қызарып кетті, ыстайды. Это же классно же, қыздар. Ажар дейді. Рахмет. Лайк басып рахмет. Сұлу қыз екенсіз дейді. Рахмет, қыздар. Біздің қазір жасап атқан жаттығуымыздың барлығы
біздің бетіміз үшін ғой қыздар, біздің бетіміздің әдемілігі үшін. Су ішіп алайын қазір кішкене. Күшті еді. Рахмет. Енді қыздар, қараңыздар, біздер қазір велосипедка жасаймыз. Сіздер өздеріңіз білесіздер қалай істейтіндеріңізді. Или осындай кирпичики қоясыздар ма, или сүлгі қоясыздар ма, 8 бөлдің астына осылай қоямыз. Сөйтеміздар біз, көрініп тұр ғой да, аяғымызды осылай көтереміз. И кішкене на весу ұстаймыз. И сөйтеміз, кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Или просто қолдарыңызды былай қойсаң. Мына қолды былай қойса болады. Қолды осылай қойсаңыз болады. Ал мен мынандай кирпичики қойып отырамын. Түсінікті ғой да? Немізді на весу ұстаймыз кішкене. На весу кеттік. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Обязательно бір зат қойыңыздар, белдеріңізге салмақ түсіп кетеді. Обязательно сүлгі қойыңыздар, жастық қойыңыздар, любой нәрсені қойып алсаңыздар болады. И өзімізді былай, сосын тіземізді құшақтаймыз осылай. Сөйтеміз да кішкене осылай қимылдаймыз. 1, 2, просто қимылдамасаңыз да болады. Тізені тізеден алып, тізені өзімізге қарай осылай тартамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да кеттік. Тағы да кеттік, қыздар. Аяқты көтердік. И кішкене на весу ұстаймыз да кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Аламыз. И тіземізді өзімізге қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бір аяқты түсіреміз. Бір аяқ осылай қалады мына. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аяқ. Бір аяқты созамыз, бір аяқты тартамыз. Тізеден өзімізге. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Үшінші подход. На весу ұстаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осылай ұстадық. Енді біз аяғымызды осылай ашамыз. Екемізді кеттік. 1, 2, 3, 4. Задержка тұрамыз. Мына жерде бүткіл тартылып жатқан нәрсені сеземіз. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Енді аламыз да екеуін бірдей осылай жатқызамыз. Екеуін осылай бірдей осылай жатқызамыз. Екеуміз де қолымызды жоғары қарай. 1, 2, тартамыз. Ана жаққа жоғары қарай өзімізді тартамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тарттық, өзін тартамыз. Мына жерде бүткіл
тартылысты сезініп, еще осы жаттығуда бізде арқаның артындағы белдегі, бел омыртқадағы ямка, шұқыр сол кетеді. Осылай жатасыздар. Енді аяғымызды алға қарай алып келеміз. Қыздар көрініп отыр ма? Сөйтеміз де біз аяқ нені көтереміз. Осылай. И біз қолымыздың мына жерімен бүткіл іштегі суды жоғары қарай осылай сипалаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қазір ішімізді шарғып үреміз. Сөйтеміз де қолымызды мына лобковый косттың екі жағына осылай ұстап тұрамыз да, и резко деп ауаны шығарған кезде қолымызбен кіріп кетеміз де, қолымыздың астында не бар, соны іліп жоғары қарай тартамыз. Кірді қол. Сөйтеміз де қолдың ұшы как тырма сияқты, грабли сияқты бүйтіп тартамыз. Жалаңаш денеге жасаңыздар. И қолымызды осылай кіргіздікті и итереміз. Барлық бүткіл қолымыздың астында не бар, соны біз қабырғаның астына итереміз, қыздар. Түсінікті ғой да? Мен енді көрсете алмаймын. Былай кіріп істетейін. Қолымызға іліп алдық. Сөйтеміз де осылай тұрамыз да, и біз бәрін қабырғаға қарай осылай тартамыз, қыздар. Тағы да. Кіргіздік. Сөйтеміз де біз бірінші ішпен итереміз қолды. Итереміз де, и резко деген кезде қол кіріп кетеді. И қолды былай қайырамыз да, қолдың астында не бар? Барлығын осылай жоғары қарай итереміз. Тағы да. Үшінші рет. И жоғары қарай, қолымыздың астындағы бәрін осылай итереміз. Енді осылай қол аяғымызды қоямыз да, бабочка жасаймыз. Бабочка кетті. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И теңселеміз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И осылай тұрамыз да біз тазды көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ягодицаны қысамыз. 7, 8, ягодицаны қыстық. Енді төмен түскен кезде жібереміз. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ягодицаны қысамыз. 15, 16, 17, 18, 19, 20. И статикада осылай тұрамыз. Ягодицаны қысасыздар. Қысамыз. И орнына келді, қоямыз. И осылай айда жүреміз. Енді бір қолды, бір аяқты түсіріп, бір аяқты осылай ұстаймыз. Өзімізге қарай осылай тартамыз. Бір аяқты осылай өзімізге қарай тартамыз. Барынша өздеріңіз осылай тартыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз саусақтың басын ұстаймыз да, бір аяқты былай кетір, бір аяқпен біз қолымызбен, денемізден аяққа қараймыз. Мұны былай қараймыз. Қазір мен сіздерге жөндеп көрсетейін. Былай посмотреть пока. Осылай. Қараңыздар, мұқият. Бір аяқты өзіңізге қарай көтерем.
барынша өзімізге тартамыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И үлкен саусақтан ұстаймыз да, біз бұлай кетеміз. Сол кезде мына қолмен мына жаққа кетіп, біз басымызбен мына жаққа қараймыз. Қаншалықты сіздің аяғыңыз кететіні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И аяқты қайтып орын алып келеміз. Неден аяқты ұстайсыз да, и бұлай жаңғарай аяқты осылай жаңғарай. И бір қолмен біз мына жаққа қарай кетеміз да, басымызбен мына қолға қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз аяқты жинаймыз да, енді аяқ бұлай кетеді. Біз қолымызбен бұлай кетеміз. Кішкене түсейін мен. Аяқпен бұлай кетеміз. И біз мұны қолмен бұлай кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Екінші аяқ жасаймыз. Мына аяқты созамыз. И біз мына аяқты өзімізге тартамыз кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз үлкен саусақтан басынан ұстаймыз да, біз аяқты мына жаққа қарай түсіреміз да, и біз қолымызбен мына жаққа и басымызбен осы жаққа қарап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қайтадан аяқты алып келеміз. Кішкене тартамыз. Кетеміз да, тағы да мына аяқ бұлай кетеді. Біз бұлай и басымызбен біз мына жаққа қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аяқты орнына алып келеміз. Қайтадан аяқ орнына кетеді. И бүгіледі аяқ. И біз бұлай түсеміз. Мына қолымызбен біз мына жаққа қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Аяқты қойдық. И аяғымызбен 1, 2, 3, 4, 5. Енді екі бетімізбен жатамыз. Осылай. Сөйтеміз де аяқты көтереміз де. 1, 2, 3, 4, 5. Аяқты түсіріп, тоже 1, 2, 3, 4, 5. И бір аяқты көтеріп, мына жаққа қарай бұрамыз. Насколько можете. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына аяқты көтереміз. Сөйтеміз де мына жаққа бұрамыз. 1, бас қалып жерде. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Шашым быт шығып кетті, қыздар. Құрметті қыздар, баршаңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Қандай сіздерде ощущение? Оң жақсан жамбас бұлшықеттер жібермей тұр, жаттығу жасағанда дейді. Қазір айтамын. Мынандай алыңыздар, осымен сол жібермей тұрған жеріңізді күнде осымен не қылыңыздар, массаж жасаңыздар. Мынау бүткіл біздің немізді илеп жазып береді. Каспиде бар 1500 теңге, 2000 күшті белім бұтырлады дейді. Рахмет, қыздар. Денем дейді, супер. Қалай сіздерге ұнады ма, қыздар? Қалай, қыздар, ұнады ма? Супер болып қалдым менде. Аты қалай дейді? Массажные роллы. Шолпан, рахмет. Рахмет, қыздар, ұнады. Міне массажные роллы. Скриншоттап алыңыздар.
скриншоттап алыңыздар, осы массажный роллы деп терсеңіздер шығады, неше түрсі. Күшті, жаңа біразда ғана кірдім, күшті, ұнады, рахмет. Супер. 78 жылғымын. Бүткіл бар жерлерімізді, мысалы, табаннан бастап, прям салмағыңыз салып, ана бұдыр-бұдыр жерлерді. Жаңағы, міне, санның асты, жақсылап, түсініңіздер ғой, да? Сосын мына нелерді, икра нужный. Қыздар, біздің аяғымыздың жүрегі, аяқтың жүрегі, икра. Осы жер біздің аяғымыздан қанды, суды денеге мына жер качает, мына жер качает. Осы жері тырысқан, біз босатқан кезде біздің бетіміз босайды. Варикоз кетеді, түсінікті ғой, да? Осылай, міне көрдіңіздер ғой, да? И аяғымызды еще бүйтіп аударасыз, да? Міне жан жағын осылай істейсіз. Жан жағын аяғыңызды аударып. Сосын былай етіп жасайсыз. Келесі сабақ осымен жұмыс жасаймыз. Осымен денені қамырша жаямыз. Ой, бетіме ма? Неше түрлі массаждар, неше түрлі нәрсе жасаймын. Міне қазір мен осы істегенім барлығы менің бетім үшін, қыздар. Қазір мен сіздерге Каспийден алыңыз. Каспийден алыңыз. Скажите, в ваших курсах есть такие? Конечно. Для чего это? Я буду сохранять в курсах это. Для чего я делаю все это? Чтобы сохранить на моих уроках. Айнұр болады. Ақтау қаласынан боламын, 78 жылғымын, бірақ жасым 30-да. Без работы тела, да, массаж не работает. Сразу айтайын. Мы, если не будем телом работать, қыздар, массаж не работает. Работает, но временно, қыздар. Чтобы получить хороший результат, надо телом заниматься, надо растяжкой заниматься. Түсіндіңіздер ғой, да? Потому что без тела мы не добьемся хорошего результата, понимаете? Все у нас будет просто болтовня, бетті мыжып, күнде бетті мыжып, отқаннан дым пайда жоқ, қыздар. Надо телом надо заняться. Тело должно быть на месте. Разблокировка таза. Весь наш этот сухожильный цепь артқа. Мына біздің диафрагма, наша осанка, все влияет в лицо. Потому что одни массажи, одни фейс-фитнесы – это зло. Это не работает. Это просто фигня. Это фигня просто. Для меня так. Я не знаю, другие тренера говорят, что она работает, может быть, работает, но в моем случае только плюс, когда работа с телом идет, тогда результат хороший пошел. А только массаж, только вот этот фейс-фитнес, я особого результата не получила. Рахмет. Женский клубқа жазыламыз, бағасы 5000 теңге, 3 айға достықпен кіресіздер. Бағасы 5000 теңге. Жазылыңыздар. Номер осы жерде, қазір еще тағы да бар астына. WhatsAppқа жазамыз, WhatsAppқа шығыңыздар. Осы жаттығуды мен клубқа сақтаймын. Клубта болады, любое время клубтан қарайтын боласыздар. Міне мен WhatsApp номерім, қыздар, осыны скриншоттап алыңыздар. Түсіндіңіздер ғой, да? Өйткені бізде дене жаттығуынсыз ешқандай да бізде результат болмайды. Дене, қыздар. Біздің көкірек тұсымыз, біздің қаншалықты иығымыздың артқа кетіп жатқаны, қаншалықты жауырынның ашықтығы, қаншалықты біздің декольтеміздің
мына біздің декольте жабысып қалды, осының несі жұмсақтығы бәрі біздің бетімізге әсер береді. Кешке мен күнде шыға бермеймін, қыздар. Бүгін нечаянно шығып отырмын. Негізі пятница суббота шығамын 8:30-да. Сосын барып бет массажын жасайсыздар. Бәрі в комплексе, қыздар. Бәрі в комплексе. И, конечно, и косметика уходовая, БАДы, витамины, работа с телом. Сосын барып массаж, конечно. Обязательно костями черепа надо работать, чтобы череп, каркас должен быть четкий, не кривой. Наш вот этот каркас, кости черепа должно быть расслабленный. Сумен жұмыс жасау керек. И потом уже массаж, потом уже фейс-фитнес. Фейс-фитнес тоже, особо не увлекайтесь фейс-фитнесом. Лично я фейс-фитнесом себе глубокие носогубка себе сделала. Потому что фейс-фитнес, наоборот, я на минус пошла. Да, говорят, вот тренера, да, которые учат, да, вот классные результаты, да, но мне фейс-фитнес не пошел, потому что, да, первые месяцы у нас классные прям результаты там, потому что движение, кровь обновляется, дегенде ғой. Қан жаңарып сөйтеді да, кейін уже бір айдан кейін сізде минус кете бастайды. Түсіндіңіздер ғой, да? Сондықтан сіздер, қыздар, бірінші денемен айналысуды әдетке айландырыңыздар. И бастың остеобаспен. Остеобас сіздерге доступ 1 жылға беріледі. Бағасы 10 000 теңге. Ол жерде сіздер осы бастың сүйегімен жұмыс жасайсыздар. Кости черепа, тазовый кость и жаңағыдай жаттығу. Обязательно. Без этого никуда. Все, сау болыңыздар. Сұрақ жоқ па да ешқандай, да? Номерімді скриншоттап алыңыздар, қыздар. Кому надо мой номер, WhatsApp номерге жазасыздар. Керек болмаса, онда өздеріңіз білесіздер. Әркім өз шешім шешеді. Қатыссаңыз да, қатыспасаңыз да, ол өздеріңіз білесіздер. Өйткені өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасамасаңыз, сырттан супер-пупер врачтың өзі сізді дәл өзіңіз сияқты жасап бере алмайды, қыздар. Только өзіңізді өзіңіз қолға алғанда ғана сіздер результат көресіздер. Ертең қаншада шығасыздар дейді. Рахмет. Сол 8:30-да. Сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы түн болсын. Өздеріңізді жақсы көріңіздер. Өздеріңізбен айналысыңыздар. Обязательно результат болады. Мысалы, даже фитнеске баруға қол тимейді деген это сылтау емес. Міне үйде отырып осылай айналысуға болады. Рахмет. Қайырлы түн. Ойбай.